Шәуәл айының оразасы 6 күндік оразасы бар. 6 күндік оразаны ұстау сауапты болады. Пайғамбарымыз Мұхаммад с.а.в. бұл нәрсеге бізді шақырған. Және дініміз үндеген. Неге? Өйткені бұл 30 күн ораза, 6 күн қосқанда 360-қа көбейтіп, бір жылдық оразаның сауабы болады деген түсінік шығады. Десе де, кейбір адамдардың қазасы болса, қазан өтесе де болады. Шәуәлдің 6 күн ұстаса да болады, қазан өтесе де болады. Бізде жылда болатын таласты мәселе. Қарызымды ұстайын ба, оразаның ішіне қалып қалған, жоқ шәуәлдің 6 күн ұстайын ба? Екеуі де ұстасаңыз болады. Осы жерде кейбір адамдар екеуіне ниет қылдық деген сөз бар. Екі оразаға бірден ниет қылмайды, екі құлшылыққа бірден ниет етілмейді. Неге? Өйткені екі намаз қатар бірден оқылмайды. Не біреуі керек. Ішіндегі ең дұрысы қайсы болады десеңіз, қаза деп ниет қылсаңыз, қазадан құтыласыз. Шәуәл күні ораза ұстағаныңыз үшін және мойныңызға шәуәлдің де сауабы жазылады. Демек, дұрысы, ең жақсысы қаза ұстаған абзалырақ.